Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол тарауих намазы. Тарауих намазы ол араб тілінде тарауих деп оқылады. Тарауих, қазақ тілінде тараух дейді. Тарауих деген ол демалыс деген сөзден алынған. Рахат, демалу деген сөзден алынған. Неге сөйтіп аталды дегенде, өйткені сахабалар, табиғиндар кезінде 4 рекат оқығаннан кейін сәл демалатын болған. Сол себептен тарауих деп аталып кеткен дейді. Бұл тарауих бауырлар шариатта сунна муаккада болып келеді, бекітілген сүннет болып келеді. Яғни нәпіл намаздардан гөрі ол үкімі қаттырақ болып келеді. Оның тарихына келетін болсақ, тарауих намазының тарихына Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні иша намазынан кейін сүннет намазын оқып болған соң тұрып 8 рекат намаз оққан жамағатпен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам болып. Бірінші күн оқығанда сахабалар ондай көп болған жоқ. Сол жердегі тұратын, сол мешіттен келіп намаз оқитын сахабалар ғана болды. Келесі күн сахабаларға сол әңгіме таралып, сахабалар сәл көбейді. Келесі күн ишаға сәл алыстағылар келіп бастады, мешіт сәл көбейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екінші күн жамағатпен тарауих намазын оқыды. Үшінші күн адам одан да көбейді. Үшінші күнде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жамағатпен тарауих намазын оқыды. Төртінші күн мешіт толып қалғанда, бүкіл алыстағы кісілер бәрі мешітке келгенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тарауих намазын оқымай қойды. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұралғанда, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендерге парыз болып қала ма деп қорқам деді. Яғни үмметіне жан ашып тарауих намазын күн сайын сөйтіп оқитын болсақ, Рамазанға парыз болып қала ма деп қорқып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам төртінші күні шықпай қойған. Бірақ сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шықпай қоюымен ол тарауих намазы үкімі жойылып кеткен жоқ. Мешітте сахабалар жамағатпен тарауих намазын оқуын жалғастырған. Яғни жамағатпен болғанда екі нәрсе түсінеміз олар. Біріншісі, жамағатпен дегенде имам тұрады да бүкіл мешіттің бәрі бір имамның артына ұяды, сондай түсінуге болады, дұрыс па? Екінші, жамағатпен болғанда, яғни ана жерде 5 сахаба, мына жерде 10 сахаба, ана жерде бір 20 сахаба, мына жерде 3 сахаба, сөйтіп түсінуге болады, дұрыс па? Сол екінші суреті болды. Мешітте сахабалар 3-4 адам болып, Құранды көп білмейтіндер, Құранды жақсы оқитын кісілердің артына үйіп, сөйтіп жамағат болып, топ болып, тарауих намазын сахабалар оқып жүрген. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны көріп қарсы болмады. Сол себептен тарауих намазы бұл үмметте сүннет болады. Сүннет болғаны сунна муаккада, бекітілген, қатты жүретін үкімі сүннет болады. Яғни тастамаған жақсы болған сондай сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 8 рекат оқыды. Абу Бәкірдің заманында 8 рекат болып қалды. Мешітте бағандай топ сахабалар болып оқып солай үкіммен қалды. Умар ибн Хаттабтың кезінде мұсылмандар көбейгенде, мешіттің ішінде Рамазан айында ишадан кейін дыбыс гүрілдеп тұрғанда, Умар ибн Хаттаб кісілердің бәрін бір имамның артына жинады. Убай ибн Кааб деген сахабаның артына Умар ибн Хаттаб бәрін жинап, бір имам қылып, тарауих намазын 20 рекат қылып оқытты бәріне. Яғни содан бастап, Умар ибн Хаттабтың заманынан бастап, ол үмметте, жалпы сәләфтарда барлық замандарда 20 рекат болып қалды. Көбінесе, көбі үлкен мешіттерде 20 рекат болып сүннет болып қалды. Сахабалардың бәрі де оған қарсы болмады, 20 рекат қылып оқыды. Саиб ибн Язид айтады, радиаллаху анху, «Күнна нақуму фи замани Умар би 20 рак'a вал витр» дейді. Умар ибн Хаттабтың заманында тарауихты 20 рекат қылып оқитын едік, және одан кейін витр оқитын едік дейді. Бұл әсәрді Ан-Науави рахимахулла иснады сахих деген. Және имам Малик рахимахулла келтіреді, كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان ب23 ركعة дейді. Умар ибн Хаттабтың заманында сахабалар 23 рекат оқитын болған дейді. Яғни 20 рекат ол тарауих намазы, ал 3 рекат ол витр намазы. Сөйтіп сүннет болып қалды, және 4 мазхабтың 4-еуі де ондай 20 рекат қылып сүннет қылып алды. Бұл тарауих намазы бауырлар Рамазанда оқылатын керемет намаз. Оның артықшылықтарынан
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисін айтқан: "Ман қаума рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи" дейді. Кім Рамазан айында иманмен, Аллахқа сеніп және Алладан сауап үміт етіп намазға тұратын болса дейді, яғни түнгі намаз оқитын болса дейді, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи, бұрын болған кінәлары бәрі кешіріледі дейді оның. Осы хадиске ғалымдар тарауых намазы кіреді дейді. Тек қана тарауых намаз емес, әйтеуір Рамазанда 30 күн бойы, әлі 29 күн бойы түнде қалдырмай намаз оқып шығатын болса, тахаджуд намазын, әлі тарауых намазын кісі оқып шығатын болса, онда ол кісінің кінәлары кешіріледі дейді. Яғни сондай артықшылығы бар. Сондықтан Умар ибн Хаттабтың заманынан бастап және кейін табиғин барлық заманда 20 рекағат болып қалды. Яғни әлінге дейін көп мешіттерде 20 рекат оқылады және 4 мазхаб кітаптарында, фиқ кітаптарында ол 20 рекағат болып айтылады. Бірақ жалпы тарауих намазында белгілі бір сан жоқ. Содан асуға болмайтын, әлде одан азайтып оқуға болмайтын сан жоқ. Ғалымдарда бұл мәселеде ешқандай ихтилаф жоқ. Яғни сәләфтарда ондай пікір болмаған, міне осындай рекағат болу керек, артық қосуға болмайды деген. Әлде осы рекағаттан аз болмау керек деген пікір жоқ. Сәләфтардың барлығы бір ауыздан қалағанша оқуға болады дейді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа хадисінде де салатул лейли мәтна мәтна, түнгі намаз 2-2-ден болады дейді. Сол себептен 2-2-ден ол 20 оқи ма, 40 оқи ма, 100 оқи ма, өздері біледі. Сахабалардың заманында ол 20 рекағат болып қалды. Кейін Мадина қаласында 36 рекағат оқыды деп те келеді негізінде. Неге? Өйткені Маккада кезінде, сәләфтардың кезінде 20 рекағат оқитын болған, әрбір 4 рекағаттың ортасында тауаф қылатын болған. Ол кезде енді адамдар қазір сияқты ондай көп емес, яғни адам аз, сол себептен тауаф ол тез-тез жеңіл-селінеді. Сөйтіп әрбір 4 рекағаттан кейін тауаф қылатын болған. Қалаған кісі тауаф қылатын болған. Сол кезде Мадинаның адамдары айтқан: Маккадағы бауырларымыз бізден жақсы амалын асып кетті. Сол себептен 4 рекағаттың ортасына бауырларымыз Маккада тауаф істеп жүретін болса, біз сол ортада тағы да 4 рекағат қосайық деп, сол кезде 4-4-4-тен ол 4-ті 5-ке өткенде ортасында 4-4-4 болады ғой, дұрыс па? 4 отырыс болады, 4 демалыс болады. Сол арада тағы да 4 рекағат қосып, сонда 36 рекағат оқитын болған Мадина қаласында. Яғни сәләфтардан 36 деп келеді, 39 деп келеді. Яғни бәрін жинақтағанда 36 ол Мадинада болды, 39 дейтін болсақ, ол соңғы 3 рекағат уитрі, 20 болатын болса, Умар ибн Хаттабтың суннасы. Жалпы әйтеуір ғалымдарда бәрінде ешқандай ихтилаф жоқ. Тарауихтың белгілі бір рекағаты жоқ. Содан асуға болмайтын, әлде одан аз болып қалатындай ешқандай сәләфтарда ондай пікір жоқ. Яғни адамдар өзі біледі. Қаласа 8 оқу болады, қаласа 20 оқу болады, қаласа 30 оқу болады, 10 оқу болады, яғни өздері біледі. Ихтилаф тек неде болған? Пайғамбарымыз нешеде оқыды деп. Дұрысы, пайғамбарымыз 8 оқыған негізінде. Бірақ Умар ибн Хаттаб, сахабалар бәрі пайғамбарымыз сүннетін жақсы білетіндер, олар түсінді. 8 дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оққаны сонымен шектеу керек деген нәрсе түсінбеген. Әйтпесе Умар ибн Хаттаб 20 рекағат оқымас еді. Умар ибн Хаттаб 20 рекағат оққан және сахабалардың ешқайсысы оған қарсы шықпағандықтан, демек сахабалар сондай түсінді. Яғни қаласаң 20 оқу болады, 10 оқу болады, 8 оқу болады, яғни белгілі бір саны жоқ. Сондықтан Шейхул Ислам ибн Теймия рахимахулла айтқандай, кім-кім айтатын болса, тарауих намазы ол осындай рекағат, асыруға болмайды, әлде одан кемітуге болмайды деп айтатын болса, ол кісі қателесті дейді. Бұл тарауих намазының санына байланысты. Келесі мәселе, бауырлар, тарауих намазы, бауырлар, жамағатпен оқыған жақсы. Жамағатпен оқыған жақсы. Неге? Өйткені сахабалар бәрі жамағатпен оқыған. Умар ибн Хаттабтан бұрында жамағатпен оқыған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3 күн жамағатпен оқыды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 4-ші күні шықпай қойғанда сахабалар, яғни өздерімен жалғыз оқыған жоқ. Я жалғыз оқығандар да болды, бірақ топ-топ болып оқыды. 3 адам, 4 адам, 5 адам болып сөйтіп оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соның бәрін көріп қайтарған жоқ. Сондықтан ғалымдар айтады, жамағатпен оқыған жақсы болады дейді. Бірақ анда-санда иша намазын мешіттен оқып келіп, кейін үйіне келіп, әйеліне, бала-шағасына имам болып, үйден жамағатпен оқитын болса, ол да керемет амал болады. Сондықтан жамағатпен оқыған ғалымдар жақсы дейді, бірақ жалғыз оқыса да болады дейді. Жамағатпен өйткені сахабалар оқыған,
ішінен Жәбір ибн Абдилладан келеді, Абдулла ибн Масудтан келеді және Али ибн Аби Талибтан келеді. Али ибн Аби Талиб еркектерге бөлек бір имам тағайындап, әйелдерге бөлек бір имам тағайындайтын болған. Сөйтіп Алидің заманында сондай жамағат болып оқылатын болған. Уақыты қашан дейтін болсақ, ненің тараух намазының уақыты бауырлар, иша намазынан кейін 2 рекат сүннетін оқып болғаннан кейін. Яғни иша намазының бәрі жамағатпен оқып болады, кейін 2 рекат сүннетін оқиды, сол 2 рекат сүннетін оқып болғаннан кейін барып оқылады. Сүннеттен бұрын оқса да болады дейді ғалымдар, бірақ сүннет бойынша жақсы абзалы ол 2 рекат сүннетін оқып болғаннан кейін барып тараухты оқыған жақсы дейді. Егер де жамағатпен имаммен бірге оқитын болса, онда соңына дейін имаммен бірге бітірген жақсы. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқандай, "Ман қама ма'a имамихи хатта янсарифа кутиба лаху қияму лейла" дейді. Кімде-кім имам кеткеншейін оқитын болса, имаммен бірге дейді. Яғни иша намазын кутиба лаху қияму лейла дейді. Оған түнімен намаз оққан сауап жазылады дейді. Яғни қияму лейл түнгі намазын оққан жазылады дейді. Сондықтан имаммен бірге соңына дейін оқыған жақсы. Егер имам 10 оқитын болса, 10 оқыған жақсы, 8 оқитын болса, 8 оқыған жақсы, 20 оқитын болса, имаммен бірге 20 оқыған жақсы. Егер үйге барып тағы да оқығысы келетін болса, өтірден кейін де намаз оқуға болады. Өтірді соңғы қылған абзал жақсы, бірақ өтірден кейін де намаз оқуға болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өтірден кейін де 2 рекат намаз оққан. Сондықтан мешітте біреу иша оқып, содан кейін тараух намазын оқып болғаннан кейін өтір бірге оқып алатын болса, үйге барып тағы да тахаджуд оқығысы келетін болса, оқи берсін, ешқандай проблема жоқ. Яғни өзі біледі, өтірді соңғы қылу уәжіп емес, соңғы қылған мұстахаб, бірақ өтірден кейін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 2 рекат намаз оқығаны келеді бауырлар. Ал неше рекаттан оқиды дейтін болсақ, 2 рекаттан оқиды, әр 4 рекаттан кейін сәл демалса болады. Неге? Өйткені сәләфтар, сахабалар, табииндар сөйтіп демалатын болған. Сол 4 рекаттың арасындағы демалыста Құран оқыса болады, зікір етсе болады, дұға қылса болады, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам салауат айтса болады. Яғни оның бәрі де болады, ешқандай проблема жоқ. Бірақ белгілі бір дұғалар айтуға болмайды. Яғни әдет қылып, әрбір 4 рекат сайын бір белгілі дұға әлде зікір айтуға болмайды. Әрбір адам, яғни қалағанша дұға қылады, қалаған зікір қылады, бірақ бәрі, яғни әсіресе бір ауыздан қосылып айтатын болса, ондай сәләфтарда келмеген, сахабаларда, табиғиндер бұл нәрсені істемеген. Әлде мысалшы өзім көргенде кезінде Дамаскыда оқығанда, мешітте тараух намазын оқығанда 4 рекат оқып болғаннан кейін бір кісі атып тұрады да, Абу Бакр радиаллаху анху тарадду анху дейді. Абу Бакр Сиддиққа радиаллаху анху Алла разы болсын деп айтыңдар деп қатты айқайлап жүреді. Сол кезде мешіттің радиаллаху анху деп айқайлап жүреді. Яғни сондай бір жаңалықтар бар. Оның бәрі де болмайды. Ол бұрынғы заманнан бастап бар бауырлар. Тек біздің заманымыздың бір жаңалығы емес бауырлар. Бұрынғы заманнан, яғни осыдан 5-6 ғасырдан бері ол бар нәрсе бауырлар. Оны ғалымдар барлық мазхабтар кітаптарда, яғни болмайды, жаңалық, оны бидағат дейді. Сондықтан бұндай нәрсені қосуға болмайды. Дұға тіле, Құран оқы, зікір ет, яғни салауат айт, бірақ ондай бір белгілі зікір жасауға болмайды. Және біраз ғалымдар намаз оқу дұрыс емес дейді, ол уақытта макрух болады дейді. Яғни сол 4 рекаттың ортасында, 4 рекат оқып алып, сол демалыста намаз оқу жақсы емес дейді. Өйткені Абу Дардадан келеді, радиаллаху анху, ол бір күні бір кісіні көрген, сол 4 рекаттан кейін демалыс уақытында намаз оқып отырғанын көргенде қатты ұрысып тыйған дейді. Сол себептен біраз ғалымдар сол 4 рекат демалыстың ортасында нәпіл намаз оқымаған жақсы дейді. Сөйтіп біраз ғалымдар айтады. Және сол 20 рекаттың ұзындығы қандай болған жақсы дейтін болсақ, бауырлар, ғалымдар айтады, Рамазан айдың ішінде Құранды хатым қылған жақсы дейді. Яғни егер де күнде 20 рекат оқитын болса, онда әрбір рекатқа 1-1,5 бет оқыған жақсы дейді. Яғни Рамазанның соңына дейін, 29 күнге дейін Құранды хатым қылып тастаған жақсы дейді. Одан асырмай, одан азайтпаған жақсы дейді. Рамазан бойы Құранды түгелдей бітіріп шыққан жақсы дейді. Бірақ егерде мешіттің бүкіл жамағаты тағы да одан да артығымен тағы да қосып оқығанын қалайтын болса, яғни 2 рет хатым бітіргісі келетін болса, бұл кезде болады дейді. Бұл мәселе жалпы ғалымдарда ешқандай ихтилаф жоқ. Яғни мешіттің жамағаты күніне 2 пара бітірейік деп сондай қылып талап ететін болса имамнан, сөйтіп бітірейікші, сондай ұзақ оқығымыз келеді дейтін болса,
Иә, болады дейді ғалымдар. Ғалымдардың барлығы бір ауыздан болады дейді. Бірақ жалпылама кісілердің, халықтың жағдайына қарағанда Рамазан айының ішінде Құранды хатым қылған жақсы дейді. Асырмай, кемітпей дейді. Егер 8 рекат оқитын болса, сол 8 рекатты бір пара бітірген жақсы. Ал егер 20 рекат оқитын болса, сол 20 рекаттың ішіне күніне бір пара бітірген жақсы. Яғни шамамен сөйтіп 29 күнде бітіріп тастаса жақсы болады. Бірақ бауырлар, мына жерде маңызды нәрсе, мән беретін, яғни бір аптаның ішіне Құранды хатым қылып тастаған бауырлар, ол жақсы емес. Яғни бар сондайлар, қорилар болады, имамдар болады, шақырады, бір апта әлде 3-4 күннің ішіне Құранды хатым қылып тастайды, басқа мешітке барады, 3-4 күннің 5-6 күннің ішіне хатым қылып тастайды. Әсіресе андай қылып оқитын болса, бағандай жарықтың жылдамдығымен дүк деп оқып тастайды, яғни одан ешқандай пайда алмайды, ол жақсы емес дейді ондай қылып. Яғни Құранды хатымды бір айға созып сөйтіп бітірген жақсы дейді. Өйткені 3-4 күнде, 5 күнде, 6 күнде Құранды хатым қылатын болса, кісілерге ол қиын болады. Ондай жақсы емес. Яғни Құранды дұрыстап адам рахаттанып, жақсы қылып тыңдап, сондай қылып оқыған жақсы дейді. Ал ол жалпы, яғни күніне сондай бір пара оқитын болса, ол керемет болады. Бірақ, яғни ол уәжіп емес. Бір парадан аз оқуға болмайды деген нәрсе емес, бауырлар. Иә, аз болса да болады, проблема жоқ. Бірақ жақсы, абзалы дейді, Рамазан бойы сол тарауих намазында хатым қылып тастаған жақсы дейді. Келесі мәселе, әлде көп қойылатын сұрақ тарауихта. Кешігіп келсе не болады? Яғни иша намазына келді, иша намазына келсе, ишаны оқып тастаған екен, бәрі тарауих оқиын деп жатыр. Ол кезде не болады дейтін болсақ, дұрысы, бауырлар, дұрысы, тарауихтың артына ишаны оқып кетуге болады. Ниетің иша болады, ал имам тарауих оқып жатыр. Ешқандай проблема жоқ. Имам 2 рекаттан кейін сәлем беретін болса, сен тұрып, ары қарай ишаны толтырасың, ешқандай оның проблемасы жоқ. Өйткені Муаз ибн Жабал радиаллаху анху пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам бірге иша оқып, кейін қаланың сыртына барып, өзінің мешітінде кісілерге имам болатын. Нәпіл оқып, ал кісілер артынан парыз оқитын. Келесі мәселе, бауырлар, Құранды қарап оқуға бола ма? Тарауих оқығанда Құранды ашып қойып оқуға бола ма дегенде, жалпы ғалымдар адам баласы өзі жаттағанымен оқыған жақсы дейді. Бірақ егерде Құранды өте аз білетін болса, ол кезде болады дейді. Бірақ барынша қимыл аз болған жақсы. Яғни Құранды бір столдың үстіне қойып, столдың жанында тұрып, әлде мынандай подставка болады ұзын, сәл қисайып тұрады, адам қарап тұрады, соның үстіне қойып, әлде біздің кезімізде одан да керемет жақсы, ол не? Планшет, телефон. Қазір Құран болатын болса, мысалы оның бетін, келесі бетін ауыстыру керек, одан кейін кейбір кезде бет ауыстырған бойда тұра қоймайды, мысалы әсіресе жаңа Құран болатын болса, ол кері артқа айналып кетеді, сосын үстінен басып қатты басып жіберу керек болады деген сияқты сондай қиын нәрсе болады. Ал планшет, телефон, үлкен телефондар болатын болса, оның бетін бір сипап жүргенде келесі бетке түсіп кетеді, дұрыс па? Сондай болса керемет болады. Яғни егерде Құран дұрыс білмей, сөйтіп үйде Құран телефонды қойып оқитын болса, яғни интернеттен өшіп тастап, бір сообщениялар келмейтіндей сондай қылып оқитын болса болады дейді. Бірақ өзінің білетін сүресімен оқыған жақсы дейді. Келесі мәселе, имамның артында Құран ұстап тұруға бола ма дегенде, бұл екіге бөлінеді. Біріншісі, егерде имам өзі айтатын болса, арттағы бір кісіге сен Құран ұстап отыршы, қазір мен қателесіп кетсем, маған айтып жібересің дейтін болса, иә, ол жерде проблема жоқ, болады дейді. Телефонды ашып отырып, бір сипап жібересің деген сияқты болады дейді. Барынша қимыл аз болып дейді. Ал кісілердің қазір заманда істейтін мысалы харам мешітіне келеді, тарауих оқығанда Құран ұстап отырады артында. Бұл жақсы емес дейді, ол нәрсені істеген. Ол нәрсені істемеген жақсы. Өйткені кезінде де сахабалардың кезінде Құранды көп білмейтін сахабалар болған, ешқайсысы бір нәрсені ұстап, ондай оқыған жоқ. Сондықтан тыңдаған жақсы имамның артынан. Артық сондай бір қимылдар істемей. Бірақ егер имам айтса, мысалы Құран жаттаған ешкім жоқ мешітте, бәрі де аз біледі, имам айтады да, мысалы Құран ұстап отыршы артында, әлде телефонды аш, қазір иншалла Ниса сүресінен оқимын, сол Ниса сүресін қарап отыршы, дұрыстап жібересің дейтін болса, иә, оның ешқандай проблемасы жоқ. Келесі мәселе, бауырлардың көп айтатыны, имам өте ұзақ оқиды дейді. Әсіресе Рамазанда умраға келетін бауырлар ұзақ оқиды, мысалы кетіп қалады намаздан. Слишком ұзақ оқиды, қиын дейді. Әлде қайта тахарат ала беретіндер болады, 4 рекат сайын қайта тахарат алып, асықпай, тахарат алып, келіп, 4 рекат сөйтіп, жайлап тығылып қашып жүретіндер болады. Яғни ол кезде ол кісілерге отыр оқы деп айтылады, проблема жоқ. Отыр оқу болады. Яғни имам өте ұзақ оқиды екен, қиын артында тұру.
яғни қиын болғанда ондайға үйренбеген. Мысалы үшін имамдар жалпы харам мешітінде күніне бір пара бітіреді, бір парадан сәл көптеу, әлде бір пара 2 бет, бір пара 3 бет деген сияқты. Сосын өмір бақи ондай оқымаған кісі келіп мә қиналады, проблема жоқ, отырып оқып алады дейді. Проблема жоқ, ондай кезде отырып оқып алады, өйткені сүннет намаздарын отырып та оқуға болады. Егер де қиналып бір жері ауырып қиындығынан отырып оқитын болса, ол сауапты толықтай алады. Бірақ егер де ерініп қиналып отырып оқитын болса, жартылай сауап алады. Бірақ не болса да оқымай кетіп қалған кісіден жақсы. Кейбіреулер оқымай 8 рекат оқып жайлап шығып кетеді, әлде қайта тақыратлай береді деген сияқты. Сондай кісілерден көрі сол жерде қалып, сабыр сақтап, отырып оқыған жақсы болады. Әйел адам тарауих намазын қалай оқиды деген сұрақ. Егер де үйде оқитын болса, мешітке бармайтын болса, 2-2-ден оқиды, болды. Ешқандай проблема жоқ, еркекпен айырмашылық жоқ, болды. 2 рекаттан үйде оқиды, 2 оқиды, сәлем береді, 2 оқиды, сәлем береді, 4 сайын демалса болады. 2 оқыды, сосын сәлем берді, тағы да 2 оқыды, сәлем берді, сосын нетті, демалды, мысалшы. Бір аяқ шешіп алды, мысалшы. Сол әлде сәл Құран оқи тұрды, сосын барып оқыды, яғни проблема жоқ. Ешқандай бір айырмашылық жоқ, бір еркектен бұл мәселеде жалпы. Алдыңғы сабақтар айтқан едік, тарауихтың артына иша намазын оқуға болады, ешқандай проблема жоқ, дұрыс па? Мешітке кешігіп келдің, имам тарауих намазын оқып жатыр, оның артына парыз намазын оқып бітуге болады. Ихтираф бар, әрине дұрысы болады. Дәлелін айттық, Муаздың оқиғасы да, Муаз ибн Жабалдің. Енді мындай сұрақ. Имам тарауихты 4 рекат оқиды дейді, ат-тахиятқа отырмайды. Ал мен иша оқиын деп жатырмын оның артынан, дұрыс па? Имам қазір 4 рекат оқиын деп жатыр. Егер де 2 рекат оқитын болса, альхамдулилля, яғни жеңіл онда. Ол сәлем бергенде имам, сен сәлем бермей тұрып кетесің. Бірақ имам 4 рекат оқиын деп жатыр. Және ат-тахиятты оқиын деп тұрған жоқ. Бірден, яғни 3-ші рекатқа тұрып кетеді. Ал сен иша оқиын деп жатырсың. Ишада ат-тахият, бірінші ат-тахият ол уәжіп, дұрыс па? Бұл жерде қалай болады дегенде, бұл жерде ешқандай проблема жоқ. Артына ұя беруге болады. Неге дейтін болсақ, өйткені егер де имам ат-тахиятты отыру керек деп ұстанып, ұмытып тұрып кеткен болса, адамдар артындағы тұрып кетеді. Яғни мысалы имам зухр оқып жатыр, әлде аср оқып жатыр, әлде иша оқып жатыр. Ат-тахиятқа отыру керек қазір. 2-ші рекаттың 2-ші сәждесіне жатыр. Енді ол қазір сәждеден 2-ші рекаттан ат-тахиятқа отыру керек. Имам ұмытып тұрып кеткен болса, фатиха бастап кеткен болса, ол кезде арттағы кісілер тұрып кетеді оның артынан, дұрыс па? Ат-тахият уәжіп болып тұрып кетеді. Не үшін? Имам ат-тахиятты ұмытып тұрып кеткен үшін. Егер де ат-тахиятты уәжіп екенін біліп тұрып, ұмытып тұрып кетіп, артындағы кісілер оған еру керек болатын болса, онда имам ат-тахиятты мүлдем уәжіп екенін көрмей, сүннет екенін көрмей тұрып кететін болса, артындағы ұйушылар оған тұрып кету одан да бетер дейді. Яғни зухрда ол ат-тахият уәжіп, дұрыс па? Әлде сүннет кейбір қауымдарда. Имам оның сүннет екенін біліп тұрып, уәжіп екенін біліп тұрып, бірақ ұмытып тұрып кеткен болса, артындағылар еру керек, дұрыс па? Енді бұл жерде ат-тахият уәжіп болып тұр, әлде сүннет болып тұр. Соның өзінде тұрып кеткеннің артынан до конца отырмай тұрып кету керек болатын болса, онда тарауих намазында имам мүлдем оны сүннет екенін көрмей тұрған болса, мүлдем сүннет емес деп тұрған болса, онда оның артынан тұрып кету одан да бетер болады дейді. Шейх Абдул-Мухсин Замил айтады, яғни проблема жоқ, артына ұя бересің да, сосын тұрып кетесің дейді. Және шейхіміз Халид Аль-Мушайқих хафизахулла, проблема жоқ, артына үйіп ат-тахиятқа отырмай тұрып кетесің дейді. Өзім сұрағам лично соны, Халид Аль-Мушайқихтан өзім сұрадым соны. Бізде имамдар кейбір мешіттерде тарауихты 4 рекат оқиды, ортасында ат-тахиятқа отырмайды. Бірден 4 рекат қылып оқиды. Сол кезде мен иша намазын оқымай келіп, біліп тұрмын қазір ат-тахиятқа отырмайтын. Соны ұям ба, не істеймін дегенде, ұясын, оның ешқандай проблема жоқ деп айтқан маған. Сондай осы, яғни жалпы проблема жоқ. Бірақ бұл жерде бауырлар 2 кісіге насихат айтылады. 2 кісіге. Біріншісі бауырлар имамға насихат айтылады.
Түнгі намазды, соның ішінде тарауих намазын 2-2-ден оқылады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бойынша 2-2 рекағаттан оқылады. Сүннет бойынша 4 оқылмайды. Енді жүмһур ғалымдар, Ханафи мазхабы, Шафии мазхабы, Малики мазхабтары 4 рекағат қылып оқитын болса болады дейді. 2 рекағат оқыған абзал дейді. Ал Хамбали мазхабы бойынша 4 рекағат мүлдем оқуға болмайды дейді. Яғни фаджрды 3 рекағат қылып оқыған сияқтысың ғой дейді. Әлде ишаны 5 рекағат қылып оқыған сияқтысың дейді. Артық дейді. Яғни болмайды дейді олай намаз оқуға. Бірақ жүмһур ғалымдардың көбі болады дейді олай оқуға. Бірақ жақсы 2-2-ден оқыған жақсы дейді. Сондықтан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетімен оқыған жақсы да. Бұл имамдарға айтылатын нәрсе. Қазақстанның көп жерінде, яғни Алматы, Астана сияқты үлкен қалалардың біраз мешіттер 2-2-ден оқиды. 2-2-ден оқиды. Сондықтан ешқандай проблема жоқ. Адамдар, сол имамдар бәрі де 2-2-ден оқитын болса, керемет болады. Бір артық ихтилаф шығармай, мысалы үшін. Сүннетке сай қылып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айтқандай, Бухари және Муслимде келген, салатул лейли маthna. Түнгі намаз 2-2-ден деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан сол сүннетке қайтып имамдар 2-2-ден оқитын болса, яғни керемет болады. Бұл имамдарға айтылатын насихат. Ал екінші адам айтылатын насихат, ол қайта-қайта кешігетін кісіге айтылады. Яғни әрдайым сондай намазға кешіге беретін кісілерге насихат айтылады. Намазға кешіге бермеңдер. Жаман нәрсе ол. Намазға кешіге беру. Яғни қараңдар олар. Намазға бәріміз кешігеміз. Яғни барлығымыз намазға кешігеміз, дұрыс па? Бірақ ол әдетке айналмау керек. Егер де адам сондай болатын болса, әрдайым намазға кешіге беретін, ол сондай кісі болады, әрдайым бүкіл хайырдан кешігетін кісі болады. Яғни жамағаттың ішіне сондай намазға әрдайым кешігетіндер бар ғой, әрдайым 2-3 рекат келетін, байқасаңдар сол адамдарда көбінесе көп хайырдан кешігіп қалған кісілер болады, көбінесе. Бәрі емес, көбінесе, яғни әрдайым істейтіндер, яғни 1-2 рет емес, әрдайым сондай әдеті болып қалғандар. Яғни ол ертерек келе алады негізінде, бірақ яғни иншалла үлгереміз деп сондай ниетпен, яғни әрдайым кешігеді, сондай әдеті болып қалған. Бұл жаман нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде қамат түсірген ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында. Сол кезде арт жақта бір кісілерді көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Намазға асықпайды, яғни бірінші сапқа асықпайды. Қамат түсіреді, қамат біткенше шейін отырады, сосын асықпай тұрып, былай келіп, 3-4 сапқа келеді. Соларды көріп қалып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ла язалу қаумун ятааххарун хатта юаххирухумуллах дейді. Адамдар дейді, кешіге береді дейді. Аллах тағала түбі оларды кешіктіріп тастайды дейді. Мағынасы қалай ол? Жақсы амалға асықпай кешіге береді әрдайым, дұрыс па? Бірінші сапқа асықпайды, кешіге береді. Аллах тағала оларды кешіккен кісілерден алып тастайды. Ғалымдар не алдайды? Оның мағынасы, яғни бүкіл хайырдан кешігетін кісілер болады дейді олар әрдайым. Яғни сондай үлгере алмайтын, әрдайым сондай неудачник кісілер болады, яғни ондай кісілер. Бір нәрсеге кешіге беретін. Бүкіл, яғни тіпті дүниеде өзі кешіге беретін кісі әрдайым сондай неудачник, қолынан дым келмейтін кісі болады, дұрыс па? Көп жетістікке жетпейтін, бір бизнес ашатын болса, бір оңбайтын, сондай бір неудачник кісілер, сондай көбінесе кешіге беретін болады. Сондықтан адам баласы әрдайым кешіге беретін болса, Аллах тағала оларды кешіктіріп тастайды, кешігетін кісілерден болады ол. Ол бірінші басында немқұрайлықпен кешігетін кісі болады. Немқұрайлықпен, яғни жеңіл қарайды, мысалы үшін асықпайды арты нәрсеге, дұрыс па? Сосын бара-бара, яғни Аллах тағала оны кешігетін кісілердің қатарына қосып қояды. Сол кезде ол әрдайым кешіккенде үзір бола береді ол кісіде. Яғни не хадис келеді ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ва иякум вал казиб" дейді. Өтірік айтудан сақ болыңдар дейді, өтірік айтпаңдар дейді. "Фа иннал казиба яхди илал фужур" дейді. Өйткені өтірік дейді, ол жамандыққа, бұзақылыққа апарады дейді. "Ва иннал фужура яхди илан нар", ал бұзақылық тозаққа апарады дейді. "Ва ма язалу ал-абду якзибу ва ятахарра ал-казиба хатта юктаба индаллахи каззаба" дейді. Адам өтірік айтып, өтірік айтуға тырысып, амалдарын жасайды дейді сол өтіріктің. Сол жасай бергенде хатта юктаба индаллахи каззаба, сөйтіп Алла тағаланың алдында нағыз таза өтірікші, суайт өтірікші деп жазылып қояды дейді. Мағынасы қандай оның? Яғни адам баласы өтірік алдағанда, егерде бағандай өтірікке
өтірікті жаман көріп, ұнатпай, бір амалсыздан бір кейбір кезде өтірік алдайтын болса, кейін тәубе қылатын болса, Аллах тағала оны кешіреді, дұрыс па? Бірақ адам баласы немқұрайлы қарайтын болса, бір жеңіл қарайтын болса өтірікке, Аллах тағала оны өтірікші деп жазып қояды. Сол кезде ол кісі шын айтпай әрдайым өтірік ала беретін кісі болады. Яғни мысалшы көшеден келе жатады, брат, қайдан келатсыңдар? Мына жақтан келатыр. О жақтан келе жатқан жоқ, ол негізінде басқа жақтан келе жатыр. Өтірік айта салады, мына жақтан келе жатыр деп. Негізінде бұл жерде шын айтуға болатын еді, ешқандай зиян болмайтын еді оған. Яғни шын айта салса ешқандай зиян жоқ, бірақ Аллах тағала оны өтірікшілердің тізбегіне жазып қойған, өтірікшілердің арасына қосып қойған. Енді болды, ол өмір бақи өтірік ала береді солай. Шын айта алмайтын кісі болады. Яғни шын айтуға болатын жерде өтірік басып жібереді, мысалшы. Өзі де байқамай қалады. Действительно, соны сұрақ қоясың өзіне, ахи, сен өтірік, мынау негізінде мына жерде бір өтірік айтпасаң болады ғой, негізі не зияны бар? Ал жақсы шын айттың, ал не бар? Bir жерін кесіп ала ма сенің? Действительно, субханалла, расында да солай, білмеймін, бірақ әдетпен айтып қалдым автоматически. Неге сөйтіп қалады кісі? Өйткені Аллах тағала оны, ол кісіні өтірікшілердің қатарына қосып қояды. Сол сияқты мына хадис, алдағы айтқан Муслимдегі хадис. Өтірікшілер турасында, бұл Бұхари Муслимдегі хадис. Банағы бірінші кешіктіре беретін, Аллах тағала оны кешіктіріп тастайды деген, ол Муслимде келетін хадис. Бұл жерде сахабалар арт жақта отырған, асықпай, қаматқа сөйтіп, сол кезде пайғамбарымыздың бүйтіп айтқан сөзі: адам сөйтіп кешіктіре береді, кешіге береді дейді. Сөйтіп Аллах тағала оны кешіккен кісілердің қатарына қосып қояды дейді. Яғни бүкіл хайырдан кешігетін кісі болып қалады ол кісі. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімдер турасында айтып жатыр бұлар? Мешіттің ішіне отырған кісілер бұлар. Қараңдар, мешіттің ішіне отырып, бірінші сапқа асықпай, екінші, үшінші сапқа кешігіп келетін кісілер турасында айтып жатыр бұлар. Бірақ бірінші рекатқа үлгерген кісілер олар. Егер де бірінші сапқа кешігетін кісілер турасында осындай нәрсе айтылған болса, Аллах тағала оларды кешіктіріп тастайды деген болса, бірінші рекатқа кешіккен кісінің жағдайы не болады онда? Әрдайым кешіге беретін кісі. Тойып бірінші рекатта қоя тұршы, әрдайым 2, 3, 4 рекатқа келетін кісінің жағдайы не болады онда? Әрдайым 2, 3, 4 рекатқа келе беретін кісі не болады? Әрдайым келіп екінші жамағат оқитын кісінің жағдайы не болады онда? Ойлап қараңдар бұлар. Сондықтан намаз ең маңызды болу керек. Адам кешікпеу керек. Әрдайым кешіге беретін, пунктуальный емес болатын кісі, Аллах тағала егер де оны кешіккен кісілердің қатарына қосып қоятын болса, әрдайым ол кісі кешіге беретін кісілерден болады. Өмір бақи ода үзір болады. Яғни кешікпегісі келеді, жалпы кешікпегісі келеді. Бірақ Аллах тағала оған үзір тауып береді. Яғни мысалшы ол барынша ертерек шығады, бүгін енді барам деп, жолда кетіп жатырғанда машина дөңгелегі жарылып қалады. Сол дөңгелекпен жүріп қалады, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады, сөйтіп ифтарға кешігіп қалады. Сосын ифтарға кешігіп келіп тұрады да, соны: брат, міне аллахи, мен кетір едім, дөңгелегім жарылып кетті, әлде ауызашқа кетіп жатыр да, оған әйел телефон соғады: срочно келші, мына бала қолын кесіп алды дейді, больницаға бару керек дейді. Үзір тауып береді Аллах тағала. Неге? Өйткені ол ауызашқа кешігіп бару керек, қалай да болсын. Неге Аллах тағала сондай азап беріп қойды? Өйткені ол әрдайым сол кешігуге амал жасап жүрді. Аллах тағала оны кешіккен кісілердің қатарына қосып қойды. Әрдайым кешіге беретін кісі болады ол. Үзір бола береді сосын олар. Сондықтан кешігу мәселесі, адам баласы басында оған немқұрайлы қарайды да, бара ода үзір бола береді. Аллах тағала үзір бере береді. Әйтеуір уақытында бармау керек ол. Сол кешігу ауруынан түзелмейінше ол өмір бақи сөйтіп неудачник болып жүре береді. Сондықтан яғни дүниеліктің өзінде кімдер көп қой, қазір көп нелер сабақ береді ғой интернетте. Как стать успешным человеком, как достичь успеха деген сияқты сондай бір нелерді қарасаңдар, сол кімдер, яғни сол білімділері, ең үлкен ғалымдары, олар айтады да, кешіге беретін кісі ешқандай хайырға жетпейді дейді. Успехқа ешқашан да жетпейді ол кісі. Кешіге беретін. Шариғатта сондай болар. Шариғатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Муслимде: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Сондай адамдар кешіге береді дейді. Сөйтіп Аллах тағала түбінде оларды кешіктіріп тастайды дейді. Сонда ондай кісілер әрдайым бүкіл хайырдан кешіге беретін болады. Неге? Өйткені кешігу немқұрайлы қарайды да, әрдайым кешіге беретін болады. Сондықтан сен намазға сондай жеңіл қарайтын болсаң, кешігіп асықпай екінші, үшінші рекатқа келе беретін кісі болсаң, Аллах тағала сондай қылып қояды, тіпті ертең сен барғың келгенде соны бара алмай қаласың. Барғың келіп тұрады, бірінші сапта намаз оқығың келіп тұрады, бірақ болмайды ол нәрсе. Неге? Аллах тағала сені кешіктірген кісілерден қалып қойды. Сондай болды. Сондықтан адам баласы барынша имам такбир қаққанына үлгеру керек. Барынша.
Бұл бірінші сұрақтың жауабы. Екінші сұрақ, бауырлар, имам рукухтан бұрын дұға қылатын болса дейді. Қараңдар бауырлар. Айттық қой, яғни адам баласы иша намазын оқыған тарауих қылғаннан кейін имаммен соңына дейін оқу керек қой, дұрыс па? Неге екен айттық алдыңғы сабақта да. Түнімен намаз оқыған сияқты болу үшін. Енді имам қунутты, уитрдің қунутын рукухтан бұрын оқиды, ал сен кейін оқиды екенсің мысалшы. Әлде керісінше болуы мүмкін. Харам мешітіне келдің, имам рукухтан кейін оқиды, а сен бірінші оқисың. Сұрақ мынандай: мен рукухтан кейін қыламын дейді. Сами Аллаху лиман хамида деймін да, қол жайымда дұға тілеймін дейді. Имам фатиха оқиды, сүре оқиды да, қайт такбир қағады да, Аллаху акбар деп, сосын қол дұға тілейді дейді. Сол кезде не істеймін дегенде, Хамбали мазхабы бойынша ешқандай проблема жоқ. Имам не істейді, соның артынан дәл сол нәрсені істей бересің. Керісінше де солай. Рукухтан бұрын қылады екенсің, имам рукухтан кейін қылады, ешқандай проблема жоқ. Жалпы жумһур ғалымдардың көбі рукухтан кейін қылынады дейді. Ал Ханафи мазхабы рукухтан бұрын дейді. Шейхул ислам ибн Таймия айтады, проблема жоқ дейді. Яғни сүннет бойынша рукухтан кейін қылынады, бірақ рукухтан бұрын істейтін болса, оның ешқандай проблема жоқ дейді. Сондықтан имам Ахмад рахимахулла айтқандай, «Иза қаната қабла руку каббара ва ахада фил қунут» дейді. Егер рукухтан бұрын біреу қунут дұғасын оқитын болса, такбир қағады дейді, Аллаху акбар деп айтып, сосын қунут дұғасын оқып кетеді дейді. Өйткені ол бірнеше сахабалардан келген. Омар ибн Хаттабтан келген, және Али ибн Аби Талибтан келген, және Абдулла ибн Масудтан келген, және Баро ибн Азиб деген сахабадан келген, және Суфиян ат-Сауриден келген. Рукухтан бұрын қылады. Рукухтан бұрын қылатын болса, онда фатиха оқиды, фатихадан кейін сүре оқиды, такбир қағады, содан кейін қунут дұғасын оқиды. Ибн Қудам рахимахулла Муғнида осы суретті айтқаннан кейін, имам Ахмадтың сөзін келтіргеннен кейін, «Ла на'ламу фихи хилафан» дейді. Бұл мәселеде ешқандай ихтилаф білмейміз дейді біз. Яғни ихтилаф жоқ дейді. Егер адам баласы рукухтан бұрын қунут дұғасын оқитын болса, фатиха оқиды, сүре оқиды, такбир қағады да, сосын қолын жайып дұға тілейді. Ал Ханафи мазхабы бойынша қол жаймайды, қолын байлап қунут дұғасын оқиды. Бірақ Ханафи мазхабының екінші риуаяты бойынша, Қади Абу Юсуфтың таңдаған пікірі бойынша, қолыңды аспанға қарап дұға тілеп істейсің де жумһур ғалымдармен келіскен. Сондықтан Дуррул Мухтар деген кітапта келеді Ханафи мазхабының уақила каддаи дейді. Яғни қунут дұғасын сипаттағанда Ханафи мазхабының Ад-Дуррул Мухтар деген сондай танымал кітабы бойынша сол айтады, нені қунут дұғасын қалай оқылатынын сипаттағанда, такбир қағып қол байлап дұға тілейді, уақила каддаи дейді. Және қолды дұға қылғанда көтеріп қунут дұғасын оқиды деп те айтылған дейді. Сөйтіп айтады. Неге? Өйткені ол Қади Абу Юсуфтың пікірі. Абу Ханифаның ең жақын шәкірті Қади Абу Юсуф сол пікір ұстанған, жумһур ғалымдармен келіскен. Ол бүйтіп істейтін болған. Такбир қағады, фатиха оқиды, бір сүре оқиды, одан кейін тағы да Аллаху акбар деп қолды жайып дұға тілейтін болған. Байлап емес. Ол яғни фиқ мәселелер, оның ешқандай проблема жоқ. Сондықтан өзімде шейхімізден сұрағанда, Абдусалам Шуайардан, имам қалай оқиды, дәл солай оқы дейді, болды. Яғни имам не істеп оқиды, солай оқы. Сен рукухтан кейін дұға тілейді екенсің, дұрыс па? Сол пікірді дұрыс деп санады екенсің. Мешітке келдің, имам бұрын істейді. Ешқандай проблема жоқ. Имам қалай оқиды, дәл солай оқы, болды. Сол сияқты Шафиидің артына ұятын болсаң, Шафии фажр намазын оқығанда қол жайып екінші рекатта дұға тілейді. Фарыз намазында үш мазхаб онымен келіспейді. Шафии мазхабы істейтін тек қана. Артына тұрып, қолын жайып дұға тілей бер, ешқандай проблема жоқ. Сондықтан яғни айтады ғой, жалпы арабтарда сондай бір мақал бар ғой. Ал-инсану адуу ма яджхалу дейді. Адам дейді, өзінің білмейтін нәрсесінің жауы дейді ғой. Солай адам білмейді, адам болады да, сосын барып, яғни сондай ихтилаф шығарады, ұйымай кетіп қалады, мысалшы. Сондықтан оның ешқандай проблема жоқ. Кім айтқандай? Имам Ахмад айтқандай, егер де рукухтан бұрын қунут оқитын болса дейді, ол кезде такбир қағады да, Аллаху акбар деп, сосын қунут оқып кетеді дейді, сөйтіп оқылады дейді, егер рукухтың алдына қылатын болса. Сондықтан үлкен бір проблема шығармай, ұйымаймын, неге оқимын, ұйымаймын, мен өзім оқимын, тыным желательно бола оқыған жоқ. Кәдімгі имамның артына оқы, болды.
надан болып қала берсін, а сен біліммен осылай имамның артынан оқы да болды, ешқандай проблемасы жоқ. Және егерде имам құнут дұғасын іштей оқитын болса, онда сен өзің ішінен құнут дұғасын оқи бер. Сондықтан Абу Дауд Ас-Сиджистани Сунан кітабының Абу Дауды айтады ғой, мен имам Ахмадтан сұрадым дейді бұл мәселені дейді. Егерде имамның құнут дұғасын мен естімейтін болсам, өзім ішінен оқи берем бе дегенде, имам Ахмад наам дейді, иә дейді. Яғни құнут дұғасын дауыстап оқу керек сүннет бойынша. Бірақ егерде дауысы шықпайтын болса, имамның әлде мүлдем имам яғни құнут дұғасын дауыстап оқу деген пікір ұстанбайтын болса, ішінен өзің құнут дұғасын оқи бер, болды, ешқандай проблема жоқ. Ал егерде дауыстап шығарып оқитын болса, мына харам мешіттерінде сияқты, Саудияда сияқты, онда артына әмин әмин деп тұра бересің, болды. Осы бауырлар. Бұл екінші сұрақтың жауабы. Келесі үшінші сұрақ. Мұсафир кісі тараух намазын оқи ма, әлде оқымай ма деген сұрақ. Жауабы иә, оқиды. Мұсафир бауырлар бүкіл сүннетті оқи береді. Тек қана үш намаздың ғана сүннетін оқымайды, болды. Қалған бүкіл сүннет оқылай береді. Үш намаз деген ол зухр, мағриб, иша. Зухрдың алдындағы 4 рекат бар ғой, дұрыс па? Соны мұсафир оқымайды, және зухрдан кейінгі 2 рекат бар ғой, соны оқымайды. Мағрибтен кейінгі 2 рекатты оқымайды, және ишадан кейінгі 2 рекатты ғана оқымайды. Қалған барлық сүннеттерді оқиды. Оның ішінде тарауихты оқи береді. Оққан абзал, оққан жақсы, тастамаған жақсы барынша сафарда жүрсе. Фаджрдың 2 рекаты оқылады, уитр намазы оқылады, тахаджуд намазы оқылады, духа намазы оқылады. Бұлай нәпіл намазы да оқылай береді. Тек қана осы 3 намаздың сүннеттерін ғана оқымайды мұсафир. Зухрдың сүннеттерін алғы кейінгі, мағриптен кейінгі 2 рекатты және ишадан кейінгі 2 рекатты оқымайды. Қалған бүкіл сүннетті мұсафир оқи береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам духа намазын, сапарда болғанда духа намазын оқыған. Сондықтан оның ешқандай проблемасы жоқ. Біраз ғалымдар оны болады дейді. Соның ішінен Саудияның Лежент Даиманың фатуасы оқылады дейді. Шейх ибн Усаймин оқыған жақсы дейді, яғни тарауих намазын, және біраз ғалымдар яғни оқылады дейді. Сондықтан яғни бүкіл сүннет оқылады, тек қана 3 намаздың ғана сүннеттері оқылмайды, қалған бүкіл сүннеттер сапарда оқылады.